Хабарымызды жалғастырамыз. Ауылға заманауи медицина қызметі жетті. Еңбекшіқазақ ауданында жылжымалы маммографиялық көлік елді мекендерді аралап, әйелдерге қажетті скринингтік тексерулерді сол жерде жүргізіп келеді. Сондай-ақ ауыл тұрғындары көзге ота жасату мүмкіндігіне ие болды. Халық саулығына серпін берген өзгерістер жайлы әріптесім Ақжан Анапия баяндайды. 70 жастағы Кейуана Ханшайым Жарылқасын денсаулығына бейжай қарамай уақытылы медициналық тексеруден өтіп тұрады. Ауылға білікті мамандардың келгенін естіп, заманауи диагностикалық құрылғылардың көмегімен денсаулығын жан-жақты бақылауға мүмкіндік алды. Ол осындай медициналық қызмет ауыл тұрғындар үшін аса маңызды дейді. Мынау аппарат ауылға келіп жақсы болды, бізге қолайлы болды. Есікке баратығымыз, қалаға баратығымыз бұл жақсы болды, біз қаралып тұрамыз. Қиналмайтын болдық, жақсы болды ауылда бар боп. Жылжымалы маммографиялық көлік елді мекендерді аралап әйелдерге қажетті скринингті жасайды. Мамандардың айтуынша сүт безі қатерлі ісігіне 40-70 жас аралығындағы әйелдер жиі шалдығады. Кей тұрғындар денсаулығын тексеруді кейінге шегереді. Алайда бұл қызмет тегін көрсетіледі және медициналық сақтандыру жоқ азаматтар да тексеруден өте алады. Преимущество этого маммокарта — биыл наурыздан бастап шалға елді мекендерге жылжымалы маммографиялық аппараты, яғни маммокарт жіберіле бастады. Аппарат ауылдарға арнайы кесте бойынша барады. Әйелдердің саны мен елді мекеннің орналасуына қарай маммокарт бір ауылда 2-3 аптаға дейін жұмыс істейді. Ауылдық денсаулық сақтауды жаңғырту жобасы аясында Еңбекшіқазақ аудандық орталық ауруханасы заманауи медициналық аппараттармен толықты. Соның арқасында дәрігерлер 80-нен астам науқастың көзіне ота жасады. С ним мы можем оперировать. Бұл құрылғының көмегімен катарактаның кез келген түріне, яғни асқынбаған күрделі жағдайларға ота жасауға мүмкіндік бар. Бастысы отадан кейін оңалту кезеңі әлде қайда жылдам өтеді. Отадан кейін науқасты үйіне жібереміз. Ал келесі күннің өзінде-ақ оның көру қабілеті 100%-ға қалпына келіп жатады. Жыл соңына дейін аурухана бауыр ауруларын анықтайтын заманауи фиброскан құрылғысымен толығады деген жоспар бар. Ақжан Анапия, Жадыра Жалдыбаева, Рашид Шүкірәлиев, Қонаев медиа.